Сәлем, есімім Дина, арнама қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін сіздермен бірге осы өткен жұмада, яғни 9 қараша күні Нью-Йорк қаласында жаңа жылға қарсы өтетін өте ауқымды, әсерлі іш киімдер индустриясындағы өте әдемі шоулардың бірі және жыл сайын асыға күтілетін Victoria's Secret Fashion Show жайында әңгіме қозғағым келіп отыр. Жалпы шоуға келетін болсақ, ол шын мәнісінде айтып кеткендей өте әсерлі, өте ауқымды, өте әдемі түрде өтеді. Мен бұл шоуды жыл сайын көруге тырысамын. Әдетте ол шоу жаңа жыл алдында көрсетіледі. Түсірілім өзі қарашада болады. Содан кейін әдетте желтоқсанда телеэфирлерден көрсетіледі. Бұл шоу 1995 жылдан бастап түсіріліп келе жатыр, яғни теледидарлардан көріп келе жатырмыз. Яғни осы жылғы болған шоу бұл 23-ші шоу. Дегенмен Victoria's Secret іш киімдер бренді жалпы 1977 жылдан өз бастамасын алады. Шоуға келетін болса, шоу әдетте Америкада өтеді, бірақ соңғы 2 жылы Францияның Париж қаласында және өткен жылы Қытайлық Шанхай қаласында өткен. Мүмкін тәжірибе ретінде өткізілген болу керек. Бірақ осы жылы Америкаға қайта оралып, Нью-Йорк қаласында өтті. Әрине, шоудың ең көріктісі ол модельдер, яғни Victoria's Secret Angels, біздің тілде айтқанша Victoria's Secret'тің періштелері. Сонымен қатар шоудың тағы да бір көрікті жағы, ол әрине әйгілі, бүкіл елге әйгілі әнші жұлдыздар. Жыл сайын әртүрлі жұлдыздар өз өнерлерін көрсетеді бұл шоуда. Мысалы, менің есімде қалған 2006 жылы өз өнерін көрсеткен Джастин Тимберлейк. Екі 2009 жылы Black Eyed Peas тобы өз өнерін көрсеткен. Екі 2010 жылы Кэти Перри. 2011 жылы Maroon 5 сияқты топтар. Екі 2012 жылы Риана өз өнерін көрсетті. Жалпы жыл сайын бәрімізге әйгілі Ариана Гранде, Селена Гомес, Леди Гага, Уикенд сияқты әйгілі жұлдыздар осы подиумда өз өнерлерін көрсетеді. Осы жылға келетін болсақ, өз өнерлерін Рита Ора, Шон Мендес, Chainsmokers тобы, сонымен қатар Биби Рекса секілді басқа да жұлдыздар өз өнерлерін көрсетті. Жалпы көрсетілім бағытына келетін болсақ, көрсетілім көбінесе бірнеше топтамадан тұрады. Және осы жылы ол Golden Girls деген топтама болған, яғни өздеріңіз көріп отырғандай модельдердің бәрі алтын, күміс түстес іш киімдер киіп шыққан, яғни оларды алтын, күміс түстес қылып дизайнерлер мүмкін ойластырған шығар. Менің ойымша жаман шыққан жоқ сияқты. Бірақ алдыңғы жылдардағы Victoria's Secret'ке кішкене ұқсап қарамайды. Әрине, бұл менің жеке ойым. Келесі топтама Glam Royal. Бұл коллекцияда өздеріңіз көріп отырғандай патшалық Ұлыбританияға сілтеме бар, яғни шотландық клетка қолданылған. Және бұл жай ғана роял емес, классикалық Glam Royal болғандықтан барлық іш киімдер өте батыл түрде, менің ойымша батыл түрде жасалынған, гламур және сән қосылған.
Келесі топтама Fly of Fancy деп аталады. Бұл топтамада жеңілдік, мамықтық сезіледі, және образдары, модельдердің образдары өте нәзік. Сонымен қатар барлық іш киімдердің түстері де өте ашық, жарқын түсті болып келген. Келесі топтама Downtown Girls деп аталады, яғни қалалық бикеш. Өздеріңіз көріп отырғандай топтама өте батыл түрде жасалынған, қара түстер көп қолданылған. Себебі қалалық бикеш ол әрқашан тек қана жайлылықты, ыңғайлықты іздейді, және менің ойымша бұл топтамада қалалық бикештің ешқандай кедергісіз өзінің алдына қойған мақсаттарына жетуге деген талпыныстары көрініп тұрған сияқты. Келесі топтама Celestial Angels деп аталған. Менің ойымша осы топтама Victoria's Secret Fashion Show'ындағы ең әдемі, ең сұлу топтамалардың бірі болған сияқты. Victoria's Secret брендіне өте сәйкес. Бұл образдардың бәрі жарқын, жылтырға, шілтеріге, әшекейге, сонымен қатар әртүрлі тастармен көмкерілген образдар осы бірнеше бұрынғы, менің ойымша әрине классикалық Victoria's Secret Fashion Show'ындағы образдарға сәйкес келетін сияқты. Образдардың әрқайсысы менің ойымша ерекше болды. Тіпті періштелердің артындағы қауырсындардың өзі өте ерекше жасалынған. Маған бұл образдар өте қатты ұнады. Сонымен қатар Pink топтамасы Мэри Картанзу атты британдық дизайнермен коллаборацияда жасалынған образдар көрсетілді. Олар көбінесе жарқын, гүлді, түрлі түсті болып келеді. Яғни менің ойымша бұл өмірге деген құштарлықты, махаббатты және әйел табиғатының сұлулығын барынша көрсетуге тырысқан образдар сияқты. Сонымен қатар Victoria's Secret Fashion Show аясында жыл сайын шектеулі бір данада ғана шығарылатын Fantasy Bra деп аталатын іш киім үлгісі көрсетіледі. Әдетте Fantasy Bra іш киім үлгісін осы жыл бойы көзге көрінген, осы салада көптен бері жұмыс істеп келе жатқан періштелердің біреуіне көрсетуге бұйырады. Осы жылы Fantasy Bra $1 миллион шамасында екен. Шын мәнісінде бұл ең үлкен сома емес. Ең қымбат Fantasy Bra'ны 2000 жылы атақты Хайди Клум киіп шыққан, және ол $15 миллион тұрған. Осы жылы Fantasy Bra іш киімін киіп шығару 29 жасар швециялық модель Эльза Хоскқа бұйырды. Менің ойымша бра өте нәзік, әдемі және бір жеңіл сияқты болып көрінді. Жалпы маған ұнады деп те айтсам болады. Айта кететін жайт, осы жылғы Fantasy Bra тек қана күмістен және гауһар тастардан жасалған. Шын мәнісінде маған өте қатты ұнаған Fantasy Bra'лардың бірі ол 2011 жылы Миранда Кер киіп шыққан Fantasy Bra өте қатты ұнады. Содан кейін 2013 жылы Candice Swainpool киіп шыққан Fantasy Bra, және 2014 жылы екі бразилиялық супермодель Александра Амбросия мен Адриана Лим бірге киіп шыққан Fantasy Bra'лар өте қатты ұнаған болатын. Ең алғашқы Victoria's Secret Fashion Show'дың періштелері, яғни модельдарына келетін болса, олар Клаудия Шифер, Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Каролина Куркова болса, бергіректе өте әйгілі, және маған сол кездердегі 2010-12-ден бастап осы 15 жылға дейінгі Миранда Кер, Даутсон Кресс, Candice Swainpool, әрине Александра Амбросия, әрқашан шоудың көркін келтіріп тұратын Адриана Лим, Лили Олдридж секілді модельдер өте қатты ұнайды. Және супермодельдер жайында айтатын болсақ, осы жылғы көрсетілім Адриана Лима үшін соңғы көрсетілім болмақ. 37 жасар модель Victoria's Secret Fashion Show көрсетілімінде
19 жыл қатарынан өнер көрсетіп келе жатыр. Подиумға соңғы рет шығу әрине өте эмоционалды түрде өтті. Адриана Лима барлығына өзінің рахметін білдірді, тіпті көз жасында тоқтата алған жоқ. Ал бербірекке келетін болсақ, әрине қазір өте танымал Джиджи және Белла Хадид, сонымен қатар Кендалл Дженнер, Жасмин Тукс, Эльза Хоск, Лайс Рибейро деген модельдер өз өнерлерін көрсетіп жүр. Виктория Секрет модельдері менің ойымша бұл сұлулықтың, нәзіктіктің көрсеткіші сияқты. Және бұл шоуды қарағанда әйел дүниесінің, әйел тәнінің қаншалықты сұлу екенін көруге болады. Жыл сайын мен бұл шоуды өткізбей қарауға тырысамын, себебі айтып кеткендей шоу әрқашан әдемі және шын мәнісінде ауқымды түрде өтеді. Бұл видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.